Сәлеметсіздер ме? Мен Бауыржан Момышұлы атындағы номер 45-ші қазақ классикалық гимназия мектебінің 8-ші Г сынып оқушысы Абдразахман Еркежанмын. Және мен бүгін өзімнің ғылыми жобамда туризм түйіндерін көрсететін боламын. Менің бірінші көрсететін түйіннің аты тіке екі бақылау түйіні. Ол үшін бізге екі жіп қажет. Олардың қалыңдығы кем дегенде 10 мм, ал ұзындығы 1 метрден көп болу керек. Ол үшін біз жіпті бір-біріне осылай байлау арқылы байлаймыз, мінекей. Және де біз басы мен астан кем дегенде 30 см қалдырамыз. Жалпы көп болса да болады. Тағы да бір рет байлау арқылы біз түйініміздің ортасын дайындап аламыз. Неге ортасы дайын. Және де біз соны ұстау арқылы сұқ саусағымызбен жіпті айналдырып, сұқ саусағымыз тұрған жерден жіпті кіргіземіз. Мінекей бірінші бақылау түйін дайын. Енді екіншісіне келетін болсақ, дәл осылай бірінші бақылау түйін жасағандай жасаймыз. Және де ескертілетін жағдай, біз соңында қалғанда 5 см, кем дегенде 5 см қалдыруымыз керек. Одан үлкен болса ештеңе етпейді. Ал бақылау түйін мен ортаңғы түйіннің ара қашықтығы да кем дегенде 5 см болу керек. Егер кішкентай болып қалған жағдайда, онда біздің контрольный нүктеміз дұрыс есептелінбей қалады. Енді екінші түйіннің аты гривайн деп аталады. Оны жасау үшін бізге жаңағыдай екі жіп қажет. Қалыңдығы 10 мм, ал ұзындығы 1 метрден ұзын болу керек. Оны жасау үшін біз осылай астына 30 см түсіріп аламыз. Және де оның ортасын ұстау арқылы жіпті сұқ саусағымыздан 3 рет айналдырамыз. Және де үшінші айналдырып жатқан кезде біз сұқ саусағымыз тұрған жерден кіргіземіз жіпті. Мінекей осылай. Дәл осылай екінші жағында жасаймыз. Және тағы ескерту, олардың астындағы қалдығы 5 см-ден ұзын болу керек. Қараңыздар, бұны біз қалай қолданамыз? Бұның екі жағын тартқан кезде біз оларды біріктіреміз. Және сол арқылы тағы да біз оны ажырата аламыз. Бұны біз, яғни туристер, бұны жіптер үзіліп қалған жағдайда сол жіпті бір-біріне жалғау үшін қажет. Енді келесі түйіннің аты қарама-қарсы сегіздік. Оны жасау үшін бізге екі жіп қажет. Және де бірінші жіппен біз айналдыра байлап алу арқылы 8 жасап аламыз. Мінекей, енді қарама-қарсы осыны жүргіземіз. Мінекей, біздің қарама-қарсы сегіздік түйініміз дайын. Енді бұны туристер өзеннің арғы бетінен бергі бетіне өту үшін, тауда өрмелеп жатқан кезде, жіптер үзілген кезде бір-біріне жалғау үшін пайдаланады. Енді келесі түйіннің аты қанжар түйін. Оны жасау үшін бізге екі жіп қажет. Және де біз алдымен бір жіпті осылай алу арқылы, келесі жіпті оның сыртынан алып, ішінен кіргіземіз. Неге біздің қанжар түйініміз дайын. Бұны ежелдер римдіктер жараларды тігу үшін, немесе сүйек сынықтарын емдеу үшін пайдаланған. Енді менің келесі түйінімнің бірі португал құймақ. Оны жасау үшін бізге кемінде 3 метр болатын жіп қажет. Оны жасау үшін алдымен біз жіпті осылай орналастырып, аяқ тұратын, яғни 2 ілмекті жасаймыз.
неге бізде осындай түйін пайда болды. Бұны біз қалай қолданатынымыз десеңіздер, бұл кәдімгі бойлинг сияқты жұмыс істейді. Яғни бір мектеп бір уақытта бір-біріне байлау үшін қолданылады. Оған мына екі жеріне, мысалы олар жараланған адамдар үшін қолданылады. Екі жеріне аяқтарды қойып, олардың мен жібім кішкентай болып тұр, олардың қол жағынан 2-3 рет айналдырып, оларды асылып алады. Яғни адам талып қалған жағдайда да ол құлап кетпейді. Осымен менің жобам аяқталды. Мен туристер жиі қолданатын түйіндердің түрлерін көрсеттім. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.